салт және дәстүр деген сөздің екі түрлі мағынасы бар екенін біз көбірек мән бере бермейміз және оны біле бермейміз. Ал енді екеуінің ара жігін ажыратып көрейік. Салт дегеніміз ерте заманнан келе жатқан әдеп ғұрыптар, жоралғылар сұрыпталып, бізге ешқандай боямасыз, еш өзгеріссіз жеткен дүниені айтамыз. Мысалы үшін, кеңес заманында әрбір отырыстарда, жиындарда арақ қою деген бір рәсім пайда болды. Алайда тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бұл рәсім жойылып кетті. Демек, біздің салтқа айналған жоқ. Енді салт деген бұл біздің бұрыннан келе жатқан қағидаларымыз, қатып қалған құндылықтар деп айтсам болады. Мысалы, үлкенді сыйлау, табақ тарту, келіннің өзінің жұртын сыйлауы, сәлем беруі деген сияқты